Мысалы біз бір айға мақсат қоямыз, жоспарлаймыз, болды ұйықтап тұрайын, ертең болды қырып жоямын дейтін, иә. Бірақ ұйықтап тұрғаннан кейін оның бәрі өшіп қалады. И сондай кезде сіз өзіңізді кінәлап керек емес, басқа біреуге срываться етіп, ашуланып, сен кінәлісің деу керек емес, иә. Неге? Себебі сіз кінәлі емессіз, сіз черт емессіз, сіз лох емессіз, иә. Сізде жай ғана когнитивті қабілеттер дұрыс дамымаған, иә, когнитивті қабілеттер. Оған жауап беретін біздің миымыздың бір негізгі бөліктері бар, иә, префронтальная кора деген сияқты. Сол миымыз біздің бұлшықет қой, иә, бұлшықет тәрізі, сол бұлшықет кішкене слабый болып қалған. И соны қайттан тренировать ету керек. Иә, себебі біз қазір сондай бір цифрлық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Біз телефонға көп қараймыз, иә. Телефонмен ұйықтап, телефонмен тұрамыз, сәйкесінше біздің ұйқымыз да дұрыс емес, жеген тамағымыз, иә, бәрі біздің когнитивті қабілеттерімізге әсер